Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі. Бүгінгі видеода мен сіздерге қазақтың ұмыт болып бара жатқан ұлттық киімдері туралы айтатын боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Мына фотосуретте көріп тұрғандарыңыз бұл қазақтың ұлттық бас киімдерінің бірі күлпара. Яғни бұл бас киімнің басты артықшылығы, әдетте бұл бас киімді тымақтың сыртынан киетін болған, және бұл бас киім өткір суық пен желден желкені және қарақұсты қорғайтын болған. Бұл фотосуретте көріп тұрғандарыңыз қазақтың жарғақ шалбары, яғни бұл шалбардың басты артықшылығы ат үстінде шабуға өте ыңғайлы. Қызықты дерек, Қытайдың шығыс Түркістан аумағынан көшпенділердің көне шалбарын тапқан, және бұл шалбар 3000 жыл бұрын тігілген. Бұдан бөлек тағы да басқа ақпараттарға сүйене отырып, біз көшпенділердің, яғни біздің ата-бабаларымыздың ең алғаш болып шалбарды ойлап тапқанын дәлелдей аламыз.